Армысыздар, қадірлі көрермендер, эфирде Қарашығанақ арнасының жаңалықтар қызметі. Алдымен аңдатпа. Кентүбек селолық округінде жаңадан медициналық пункт ашылды. 12 тамыз халықаралық жастар күні. Біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Кентүбек селолық округінде жаңадан медициналық пункт ашылды. Мыңнан астам тұрғыны бар ауыл тұрғындары заманауи құрылғылармен жабдықталған медициналық пункттен демалуға мүмкіндік алды. Ашылу салтанатына облыстық денсаулық сақтау департаментінен өкілдер және аудан әкімі қатысты. Кентүбектік тұрғындар бұл күнді асыға күткен болатын. Бұған дейін мектеп жанындағы ескі балабақшада тұрғындарға қызмет көрсетіп келген еді. Бұл әрине дәрігерлерге де, тұрғындарға да қолайсыздық тудырды. Жаңа ғимаратпен қоса мұндай емдеу мекемесіне заманауи құрылғылар да берілді. Ол әртүрлі ауруларды дер кезінде анықтауға мүмкіндік беретін құрылғылар. 35 жыл бойы медбике болып жұмыс жасайтын Гүлсара Изимова тұрғындарға жағдай жасалғанына қуанышты. По сравнению неменен сол фапқа қарағанда мына осы фельдшерско-акушерский пункт өте өзімізге ұнайды. Халықтың жағынан шықтық. Халықтар, адамдар келіп рахметін айтып жатыр, алғыстарын айтып жатыр. Осы келіп демалатын жерде бар, өзінің каждый өздерінің бөлмелерінде бар. Балдарды қарайтын, әйел адамдарды да қарайтын, екпелер, өзінің бөлмелері бар. Ауылда денсаулық сақтау саласының материалдық техникалық базасы жылдан жылға жақсарып келеді. Биылдың өзінде екі ауылда медициналық пункт іске қосылды. Салтанатты шараға аудан әкімі Санжар Әлиев қатысып, тұрғындардың қуанышымен бөлісті. Бұл жалпы елбасының тапсырмасы бойынша саламатты өмір әрбір ауылдық округтерде, әр елді мекендерде міндетті түрде жаңағы осы медицина саласын дамытып, халықтың өміріне, халықтың денсаулығының көтеруге үлкен жаңағы бір үлесін қосады деп есептейміз. Бұл жалпы елбасының тапсырмасы бойынша атқарылып жатқан жұмыстар. Бұл ғимарат өзіміздің аудан бюджетінің қаражатынан шығарылған, қаражаттан жасалынған. Енді осы ғимаратқа сәйкес мына жақта тағы да қосымша общежитие салынып жатыр. Құдай қаласа жақында іске қосылады, газын өткізіп, ертең газбен жаңағы осы ғимаратта да медицина саласындағы қызметкерлерге үйде болады деп есептеуге болады. Енді сондықтан осы бүгінгі ашылып жатқан ғимараттарыңыз құтты болсын. Мына құрылғы туберкулез микробактериясын жұққандығын анықтайды. Бұл туберкулезді дер кезінде анықтауға және алдын алуға мүмкіндік береді. Айта кету керек, мұндай құрылғы барлық медициналық пункттерде жоқ. Кабина, где берут мокроту на исследование туберкулеза. Человек сюда заходит, здесь дает специальная емкость, и отсюда сразу вентиляция, кварцевое облучение, в общем, другой контакт с окружающим исключен. Медициналық пункттың барлық бөлмелері заманауи қажетті құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген. Қант диабеті мен қан қысымын өлшейтін аппараттар да бар. Казконструкшн Групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құрылыс жұмыстарын сәтті аяқтады. Құрылыс жұмыстарына бюджеттен 53 миллион теңге бөлінді. Медициналық пункт күніне 10-15 келушіні қабылдайды. Жайнагүл Жеңісқызы, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабағожиев, Қарашығанақ арнасы. Жастар қай кезде де, қай елде де болмасын жастықтың жаңа бастаманың символы. Тек Қазақстанда емес, 12 тамыз күні әлем жастары күнін атап өтеді. 12 тамыз халықаралық жастар күніне орай Ғабайдолла Жәңгіров атындағы саябақта мәдени шара өтті. Аудандық ішкі саясат бөлімінің қолдауымен, аудандық жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығымен Ақсай жастары, Сұңқар Ақсай жастар қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен мерекелік шоу бағдарлама болды. Ақсайдың жастары қайдасыздар? Бағдарлама Ақсайдың жастарына арналды. Жастар аудиториясына арналып мерекелік кеш ұйымдастырылды. Түрлі деңгейде шаралар ұйымдастырылады. Сонымен қатар тегін түрде балмұздақ, шоколад секілді осындай тәтті заттар тегін үлестіріледі. Сонымен қатар жастарға арналған интеллектуалды ойындар және концерттік бағдарлама бикеш ұйымдастырылады. Жалпы бұған аудан жастарын хабарлама арқылы барлығына
кеңінен таратылды әлеуметтік желілерде, сонымен қатар телеарналар арқылы және газет арқылы кеңінен жастар күні тойланады жөнінде хабарлама берілді. Қазіргі таңда енді көріп тұрғаныңыздай жастарымыз көп жиналды. Мерекені Орал қаласынан арнайы шақыртылған шоумен Арман Сансызбаев жүргізді. Түрлі ойындармен көрермен қауымға көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Бүгін осындай мерекемен барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймын. Жастар күні барлықтарыңызға құтты болсын. Осындай керемет күнде біз достарымызбен бірге серуендеуге шыққан болатынбыз. Бүгінгі мереке бәрімізге де ұнап жатыр. Жастар жасасын. Шарадан волонтерлер де қалыс қалмады. Әрдайым қоғамда өтетін шараларға белсене қатысатын бастамашыл топ флешмоб өткізді. Бүгін 12 тамыз жастар күні. Соған орай біздің Ақсай қаламызда осындай керемет концерт ұйымдастырып жатыр. Біз осы жастар ресурсының волонтерлары боламыз. Бүгін бәріне шын жүректен үлкен көңіл күй, позитив, жақсы сондай қуанышпен жүріңіздер деп айтқымыз келеді. Бүгінгі күн жақсы өтеді деген ойдамыз. Біз Ақсайды жақсы көреміз. Осындай концерттер ұйымдастырып беріп жатқан біздің ұйымдастырушыларға үлкен алғысымыз шексіз. Осындай қызықты күндер көп бола берсін. Біздің болашағымыз әлі алда. Жастарға арналған мерекелік бағдарламада қызықты ойындар, лотерея ойындарына жалғасып, тегін балмұздақ таратты. Сондай-ақ флешмоб, караоке мен ән айтып би кеші ұйымдастырылды. С нами был теплый июль, от пятерки сломанный руль, изображали жизнь, играли в жизнь, с тобой играли в жизнь. Эта песня простая, чтобы каждый растаял, подборешь, чтобы играли пацаны на гитаре. Эта песня простая, чтобы каждый растаял, подборешь, чтобы играли пацаны на гитаре. Айнагүл Жеңісқызы, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабақожиев, Қарашығанақ арнасы. Осымен біздің бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Мен сіздермен қоштасамын. Эфирде кездескенше сау саламатта болыңыздар.